Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай машинаға және тартуға арналған таспиқтарды жасалу жолын көрсететін боламын. Бізге керекті заттар: қысқыш, шашақ, әртүрлі моншақтар, кольцалар және 2 штуктан бөлек моншақтар, алла деген жазу, швенза, зажигалка, қайшы. Ең алдымен жібімізге инемізді өткізіп аламыз. Бейлімізді қадап, одан кейін 11 штук тасты өткізетін боламыз. Штук моншағымызды өткізіп болғаннан кейін басқаша тас қоямыз, немесе ортасына өзіңіздің қалауыңыз бойынша басқа да темірлерді қадап қоюыңызға болады. Тағы да 11 моншағымызды саламыз және басқаша тас саламыз ортасына, тағы да қайтадан қайталаймыз 11 моншақ и соңғы аяқтаймыз. Моншақтарды тізіп болғаннан кейін әр бөлікте 11 штуктан 33 моншақ болып шығу керек. Қарап тағы да қайталап санап шығыңыз. Мен екінші таспиқты сразу жасайтын болғандықтан бір жіптің бойына барлығын бірге өткізіп алдым. Себебі инені қайта-қайта жіппен сабақтау қиыншылыққа соғады. Бұл таспиқты да бірінші таспиқпен бірдей қылып жасаймыз. Моншақтарды санап, барлығын тізбекке тізіп болдық. Енді бірнеше рет қайтарып байлап, жақсылап, одан кейін зажигалканың көмегімен күйдіріп бекітетін боламыз. Күйдірілген түйініміз көрінбес үшін вейлдің астына тығып көрсетпей қоямыз. Енді таспиғымыздың шашақтарын алла деген сөзді қадайтын боламыз. Қысқыштың көмегімен темірімізге бір түйір ақ моншақты таспиққа жалғап аламыз. Әдемі көріну үшін жиектеріне колпачок кигіземіз. Теміріміздің келесі жағында қайырып, алла деген жазумен біріктіреміз. Ай мен жұлдызды немесе алла жазуын қоюымызға болады. Келесі бетінде шашақтың екі ортада тағы да моншақпен байланыстырамыз. Машинаға тағылатын таспиқ болғандықтан ортасына кольцаны қоямыз. Себебі машинада жүрген кезінде таспиғымыз әдемі қозғалып тұру үшін. Егер күнделікті өмірде тартатын болсаңыз, шашақ қоюдың қажеттілігі жоқ. Келесі таспиғымызда дәл осылай жасалады. Тек шашақтың орнына бір түйір немесе 3 түйір моншақты қалауыңыз бойынша қоя аласыз. Міне менің машинаға және күнделікті өмірге тартуға арналған таспиқтарым дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.